Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жазғы көйлек тігетін боламыз. Өте қонымды, өте қарапайым, оңай тәсілмен тігетін боламыз. Барлығын сызып, егжей-тегжейлі түсінікті қылып көрсететін боламын. Алдын ала каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Пайдалы болып жатса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Алдымен біз өз өлшемдерімізді өлшеп алып, жазып аламыз. Енді біз бастаймыз. Өлшем алу туралы менде тоже канал описанияға ссылка салып кететін боламын. Каналымда мастер-класс бар. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Бізде ДТП 43 сантиметр. Сол 43 сантиметрімізді белгілеп, осылай көлденең сызып дайындап қоямыз. Бізде жаңағы алдыңғы жерін тоже белгілеп сызып қоямыз. Енді біз мойын ойындысын 7 сантиметр беріп жатырмын. Төменге қарай 8-9 сантиметр. 8 сантиметр бердім мен. Осылай біз алдыңғы мойын ойындысын сызамыз. Бұл бізде алдыңғы бой. Енді біз иығымыз 36 сантиметр. 36 сантиметрді екіге бөліп, 18 сантиметрді белгілейміз да, төменге қарай 3 сантиметрге түсетін боламыз. Және осы иығымыздың линиясын сызамыз. Енді проймаға сіз қаншалықты түсесіз, соны белгілейсіз. Мен бұл жерде 22 сантиметр белгілеймін. Пройманың биіктігі бізде 22 сантиметр. Осы енді 22 сантиметр түскен жерден біз өзіміздің обхват груди, кеуде өлшемімізді өлшеп 4-ке бөлеміз. Менде ол 22-де 5 сантиметр болды. Және на свободу 2 сантиметр қосамыз. 2 сантиметр қосып, төменге қарай белге дейін сызық сызамыз. Енді біз осы аралықты өлшеп аламыз. Менде где-то 10 сантиметр төмен түсіп, ширина груди бізде 32 сантиметр. Сіз енді өз өлшеміңіз жазасыз. 32 сантиметрді екіге бөлгенде 16 сантиметрді белгілеп, осылай пройманың линиясын сызамыз. Міне, проймамыздың линиясы дайын болды. Бізде ширина груди 16 сантиметр белгіледік. Әркімде әртүрлі, әркім өз несін өлшейді. Бізде обхват талии 4-ке бөлгенде 17-де 5 сантиметр. Оған сол 17-де 5 сантиметрге 5 сантиметр қосып белгілейміз. 3 сантиметрі выточкеге кетеді, 2 сантиметрі кендікке кетеді, на свободу кетеді. Сөйтіп 5 сантиметр, жаңағы 17-де 5 сантиметрімізге қосып 5 сантиметрді белгілеп аламыз да. Осы екі нүктелерді қосамыз. Бізде обхват талии 70 сантиметр. Соны 4-ке бөліп, осылай белдің айналымын сыздық. Енді біз мына жоғарғы тұстан высота груди есептейміз. Высота груди бізде әркім өз өлшемін жазады. Бізде ол 28 сантиметр болып тұр. Высота груди өлшейсіздер. Сол высота грудиден белгіленген тұстан осылай көлденең сызық сызып, центр груди есептейміз. Центр груди бізде 9,5 сантиметр. 9,5 сантиметрден төменге қарай осылай белгілеп, 1,5-1,5-нен выточкеге, сонда екі жағынан 1,5-1,5-нан бергенде 3 сантиметрлік выточке шығады. Нүктелерін қосып аламыз да. Сосын жаңағы біз өзіміздің қақ ортасынан бізде кеуде тұсынан рюша өтеді ғой. Қара түсті рюшаны салу керекпіз. Мен где-то 7 сантиметр. Осы екі аралықтан 7 сантиметрді белгілеп жатырмын. Бұлай жақындатып жіберсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша жасайсыздар бұл жерді. Мойынға қарай жақындатып жіберсеңіздер де болады. Міне бізде дайын болды. Енді біз алдына планка саламыз. Жаңағы ілге кнопка қадайтын планка. Сол планка бізде тоже қара түстен комбинировать етіп салдық қой. Сол планка түсетін болғасын жерде бізде планка ширинасын есептеп аласыз. Менде планка 2 сантиметрлік планка болғандықтан мен 1 сантиметр алып тастап жатырмын алдыңғы жағынан. Егер 3 сантиметрлік планка қосатын болсаңыз, онда 1,5 сантиметр. Яғни сонда
3 сантиметрді 2-ге бөлгенде 1,5 болады ғой, сол 1,5 сантиметрді аласыз. Менде бұл 1 сантиметр, себебі планка 2 сантиметрлік. Енді жаңағы высота груди линия бар ғой, содан 11 сантиметрлік выточка сызамыз. Выточка бізде 3 сантиметрлік выточка, 1,5-1,5-нан беріп, осындай выточканың суретін линияларын сызып аламыз. Бізде сонда базовый лекалы дайын болды. Бұл лекалымен сіздер неше түрлі көйлек, рубашка болама, блузка болама, барлығын құрастырып шығуға болады. Міне бізде жаңа алдына планка түсетін болғандықтан біз алдынан 1 сантиметр алып тастап тұрық. Негізі планка салынбаса алынбайды. Осы базовый лекалымен қолданып түрлі көйлектер, неше түрлі заттарды шығаруға болады. Дәл осылай қиып аламыз, ортасын біз бөліп аламыз. Бізде алдыңғы бой дайын болды. Енді артқы бой. Артқы бой бізде ДТП 40 сантиметр. Енді 40 сантиметр, ДТП 40 сантиметр, ДТС 43 сантиметр деп айтып жатырық қой. Сол өлшемдердің барлығын мен описанияға ссылкасын салып кетемін. Қалай дұрыс өлшем алу керек, барлығын сол жерден қарап аласыздар. Бірінші дұрыс өлшем алып үйреніп алу керек. Егер білсеңіздер, енді жасай бересіздер. Енді мынау бізде артқы бой. Алдыңғы бойға қалай сыздық? Иық бізде 18 сантиметр, төменге қарай 3 сантиметрімізді дәл қалай түстік, солай түсетін боламыз. Бұл жерде тек кішкене разница. Мойын ойындысын біз жанына 7 сантиметр бердік, төменге қарай 3 сантиметр түстік. Сосын проймасы 22 сантиметр түстік алдыңғы бойда, дәл солай артқы бойда да 22 сантиметр төмен түсіп, жаңағы 22-5 сантиметрімізді белгілейміз. Кеуде айналымыздың 4/1 бөлігі 22-5 сантиметр болды. Сосын бізде 2 сантиметр қосымша на свободу қосқан болатымыз кеңдігі үшін. Сол 2 сантиметрімізді қосып, 5 сектриса 3 сантиметр. Сосын осылай проймадан 0,7 сантиметр ішке қарай кемітіп, осылай артқы пройманы сызатын боламыз. Бізде алдыңғы пройма бізде ойынқы болды. Артқы пройма бізде бүйтіп не болады? Кеңдеу болады. 8 сантиметр белгілеп, төменге қарай сызық сызамыз. Белдің айналымы бізде 17-5 сантиметр болды. 70-ті 4-ге бөлгенде 17-5 болды. Қосымша 5 сантиметр прибавка берген болатынбыз. Осы линияны қосамыз. Енді выточка бізде 1,5 сантиметр, 1,5-1,5-нан 3 сантиметр болды. Осыларды біріктіріп, бізде сонда 8 сантиметрден төменге қарай түскен не болып жатыр. Жаңағы линия түсіп жатыр. Жаңағы рюша салатын жеріміз бізде 7 сантиметр белгілеген болатынбыз. Алдыңғы бойда дәл солай 7 сантиметрімізді белгілейміз. Біріктіріп қосамыз. Бізде сонда артқы бойда пройманың линиясымен түседі. Спинка перед деп бәрін белгілеп аламыз. Шатаспасы үшін. Міне біз ең бірінші алдың қолды қиып аламын, жеңімізді қиып аламын. Менде осындай дайын лекалы бар, өзіме арнап қиып алған. Сіздерде осындай лекалы дайындап алыңыздар. Описанияға ссылкасын салып кетемін. Өтіп қараңыздар. Менде 61 сантиметр болып тұр ұзындығы. Осындай керек лекалылардың барлығын описанияға ссылкаларын салып кетемін. Сол жерден өтіп қарап шығыңыздар. Менде жең жағына рубашечный жең болады. Сондықтан мен 2 сантиметр жанына, оң жағынан да, сол жағынан да 2 сантиметр қосымша қосып жатырмын. Себебі мен қазір манжетке сборка жасайтын боламын. Сборка дегенде сборка емес, жаңағыдай складка жасаймын.
как рубашечный режендер болады ғой, сондай складка жасайтын боламын, сондықтан қосып жатырмын. Міне сызықтарын сол жаңа кеңіткен жағыммен біріктіріп қоса қоямын да қиып аламын. Алдыңғы жағы бізге нәтсечкісін беріп аламыз, өте маңызды, шатаспау керек. Міне жеңіміз дайын болды. Енді біз қазір спинканы қиямыз. Спинка бізде міне артқы жағы тігіш түспейді, сгиб жағына қоямыз. Міне қақ ортасын сгиб жағына қойып, жан жағының барлығына 1 сантиметр тігіске орын қалдырамыз. Тек мойын ойындысына ғана тігіске 1 сантиметр бермеймін, ал қалған жағының барлығына тігіске 1 сантиметр беріп қиып аламыз. Міне мына жақ шеті сгиб болады, соған мән беріңіздер. Ол жағынан тігіске орын қалдырмаймыз, себебі тігіс түспейді. Тігіс түсетін жандардың барлығына тігіске орын қалдырамыз. Міне мына спинканың екінші жартысы, мынау жан жағының барлығынан тігіске орын қалдырып қиып аламыз. Тігіс түсетін жерлердің барлығына тігіске орын қалдырамыз. Міне дайын болды. Спинка деп, С деп жазып қоямыз, шатаспау керек, себебі тіккен кезде шатасып кетесіздер, сондықтан жазып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын. Міне алдыңғы бойды да дәл солай қиып алдым. Жаңа артқы бойды көрсеттім ғой, дәл солай бастырып қиып алдым, тігіске 1 сантиметр беріп. Міне бірінші иықтарын қосып аламыз. Осылай иықтарын қосып алғаннан кейін рюшаны отырғызатын боламыз. Рюшаға өзіңіз білесіз, қаншалықты берсеңіз де. Мен 12 сантиметрлік рюшаны сборка жасап отырғызатын боламын. Одан кем берсеңіздер де болады. Әркім өз қалауынша жасап алады. Менде 12 сантиметр. Бұл бізде хыбы мата, қатты мата, яғни тік тұратын. Осылай шатаспас үшін алды мен артын шатастырмай белгілеп аламыз. Матаның оң сол ауысып кетпеу керек. Рюшаның төменгі жағын мен где-то 8 сантиметрге кемітемін. Сонда бізде бел жағы кеміген болады рюшамыз. 8 сантиметрді белгілеп, осылай міне ортаңғы жағына осылай тігіс осылай сызып алып қиып тастаймын. Менде бұл жерде 2 бүктелген мата. 2 бүктелген күйінде осылай міне. 2 бүктелген күйінде міне 2 жағы болады. Алдын міндетті түрде белгілеп аламыз. Сосын міне жаңа кеміткен жағынан біз сборка жасап тігіске отырғызатын боламыз. Міне осылай сборканы жасап, тігіс жүргізіп шығып, жіпті тарту арқылы сборка жасап, распределять етіп, равномерно тігісін рюшамызды отырғызып алдық. Енді жан жағын роликовый шовпен обработка жасаймыз. Міне дәл осылай. Міне дайын болды, бізде осындай болады. Енді жаңағы пройма жағын отырғызатын боламыз. Тоже бірінші иығын тігіп алып, тек қоса қоямыз. Тігісін артқа жаққа қарай қойып отырамыз. Міне осылай тігісін қосып шығамыз, болды. Енді біз жеңін отырғызамыз. Жеңін қақ ортасын белгілеп алып, осылай ине арқылы, иненің көмегімен біріктіріп шығамыз. Менде проймамен акат рукава ровно келді, ешқандай сборка жасаған жоқ, дәл келді менде акат рукава. Тек осылай инемен қатайтып алып, тігіс жүргізіп шығатын боламын. Осылай иықты пройма акат рукава орнатқан жеңілірек болады. Сосын тігіс акат рукаваны қосып алғаннан кейін барып, осылай 2 жағынан біріктіретін боламын. Енді біз юбка көйлектің етегін, яғни белден төмен тұратын
көйлектің етегін қиятын боламыз. Бұл менде 4 слойлық мата, ені 55 сантиметр, ұзындығы 1 метр. Ұзындығы 1 метрді 55 сантиметр барлық қалған матаны қолданып жатырмын. Міне 4 слой мата, мына екінші жағы бізде згип болып жатқан мата. Міне 4 слой мата, мына жағы згип. Енді әркім қаншалықты қосымша береді, соншалықты береді. Менде ол 40 сантиметр. 40 сантиметрді белгілеп, жаңағы етегі бізде ені 55 сантиметр. Барлық сол 55 сантиметрді қолданатын боламын. Жаңағы 55 сантиметр мен мына 40 сантиметрімізді біріктіріп қиып аламыз. Сонда етек жағы кішкене бізде трапеция болады. Міне дайын болды. Болар болмас трапеция шықты. Етек жағы. Енді алдыңғы жағында бізде ұзыннан түскен планк жатады. Сондықтан мен тек бір жағын, алдыңғы жағын мен осылай қиятын боламын. Себебі планк саламыз біз. Міне дайын болды. Рюша нықтыру үшін осылай тігіс жүргізіп шығуды ұмытпаймыз. Рюшаның былай тігісін ішіне қаратып тігіс жүргіземіз. Сосын етегін осылай сборка жасап, бірінші прямострочный машинкамен тігіс жасап алып, содан кейін барып оверлоктың көмегімен біріктіреміз. Бізде көйлегіміз дайын болды. Міне мен бұл жерде кеудесімен етегін біріктіріп жатырмын. Міне көйлегіміз осындай болады. Міне көйлегіміз осындай болып шықты. Мойны бізде стойка воротник, жеңі рубашечный кнопкамен қатайтылған. Ұзыннан төменге қарай менде кнопкамен қатайттым. Ремень, менде готовый ремень. Қолдан тігіп алсаңыздар да болады. Ал стойка воротник, жең қалай тігілу керек екенін мен отдельно описанияға ссылкаларын салып кетемін. Менің каналымда отдельно видео бар, мастер-класстар бар, дайын, сол жерден қарай қоясыздар. Бұл жерде мен қайталап көрсеткен жоқпын. Жеңнің де өзінің обработкілері бар. Қарап шығыңыздар міндетті түрде. Ал пайдалы болып жатса, ұнап жатса, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.